Сәлем достар, сіздермен Нұршілек, қалайсыңдар? Бұл біздің каналымыздағы жаңа видео. Бұл видеода достар, біздің мына Гейл туралы 10 факт айтатын боламыз достар. Біз олай болса бірден видеомызды бастаймыз, кеттік. Так достар, біздің видеомызды басалмай тұрып бірден мына қызыл кнопканы басыңдар, сол қызыл кнопканы серіліп кетіңдер және лайктарында да басып отырыңдар достар, және колокольчикті да басыңдар, комментарийға жақсы пікірлерін қалдырып кетіңдер. Ал сонымен біз бірінші фактымызды бастаймыз. Біріншісі, Гейл Brawl Stars'тағы ең алғашқы хроматический браулер. Екіншісі, Гейлдің бірінші селодағы денсаулығы 2800. Үшіншісі, шабуылынан бір оғынан ураны 360. Ал ультасына ураны 100. Төртіншісі, Гейл Brawl Stars'тағы екінші қарт браулер. Біріншісі Динамайк, екіншісі Гейл. Бесіншісі, ол Мистер Пидің жұмысшысы. Алтыншысы, 10-шы деңгейлі Гейлдің денсаулығы 4760 екен достар. Прикиньте. Ал қосымша айтсақ, 10-шы деңгейлі Гейлдің 5 оғының барлығы тисе 2520 хпны алып тастайды. Прикиньте достар, 2520 хпны алып тастайды. Жетіншісі, Гейл алғашқы гаджет пен пружина қоятын браулер. Сегізіншісі, Гейлдің фразаларын дыбыстаған Дэн Кампоконис. Тоғызыншысы, Гейлдің атын қашығы аударғанда дауыл, боран және көптеген осы жел туралы көптеген мағыналар береді. Сенбесеңіздер, міне Google переводчиктен өздеріңіз көрсеңіздер болады. Оныншысы, егер сен осы видеоға лайк басып, каналға тіркелсең, Гейл өте қуанып қалады. Сенбесең, тексеріп көрейік, давайте келесі видеоға дейін көреміз, давайте каналға тіркеліңдер. Гейл шынымен қуанып қалады. Солай ғой да, Гейл? Солай. Не көрдіңдер ғой достар? Не Гейл өзі айтты достар. Давайте сондықтан каналға тіркеліп кетіңдер. Давайте. Так достар, міне біздің осы 10 факт аяқтадық достар. Міне бастан аяғынан көріп шыққандарына көп рахмет. Және достар, осы комментарийға өздеріне қайсы факт қатты ұнады, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Және каналға тіркеліп қызыл кнопканы серіп кетіңдер, және лайктарында да баса кетіңдер. Достар, шынымен Гейл қуанып қалады. Короче, сендердің болған мен Нұршілек, аман сау болыңдар. Давайте келесі видеода кездескенше, давайте.